Достар, 14-тен 17-ші есеп. Есептің шарты 5-ке бөлгенде қалдығы 1 қалатын барлық 2 таңбалы сандардың қосындыларының мәнін табыңдар. Так, шартын түсініп алайық. Бізге 5-ке бөлгенде қалдығы 1 қалатын 2 таңбалы сан дейді. Значит, А1 2 таңбалы сан менде 10-нан басталады ғой, дұрыс па? 10-ды 5-ке бөлсем, менде ровно 2 шығады. Значит, ол маған керек емес, маған плюс 1 қалдық қалу керек. Келесі санды аламыз. 11. 11-ді 5-ке бөлсем, ол менде 2-ге бөлінеді ровно, и плюс 1 қалдық қалады, дұрыс па? Яғни былай қарағанда 2 көбейту 5 плюс 1 деген сөз ғой. 10 плюс 1. Значит, маған міне 1 қалдық қалды ма? Осы керек. Значит, А1 менің 11-ден басталады деген сөз. Түсінікті ғой, иә? Енді ары қарай тізбекті алатын болсақ, ол 5-ке көбейіп отырады. Яғни көбейіп отырады деген қалай? 11-ден басталды ма? Келесі сан ол менде 5 қосып жіберем 16 болады. Одан кейін сан 21 болады. Тағысын тағы кете береді. Ол 5-ке көбейіп отырады. 16-ны мысалға 5-ке бөлсем, тоже 15-те 3 қалдық қалады. 5 көбейту 3 қалдық қалады. Плюс 3-ке бөлінеді и плюс 1 қалдық қалады тоже. Каждайында 1 қалдық қалып отырады. Ең соңғы санды табу керек. Ең соңғы сан бізде ең соңғы 5-ке бөлінетін сан қандай сан еді? 95, иә, ең үлкені. 1 қалдық қалу үшін оған 1-ді қосып жіберем, сонда менде 96 шығады. Все, ең соңғы 5-ке бөлгенде 1 қалдық қалатын 2 таңбалы сан, ол менде 96 екен. Біз бұны логикалық түрде шығарып алдық. 96, Д дегені менде 5, иә, себебі ол 5-ке көбейіп отырады. Енді маған не тап дейді? Маған SN-ді тап дейді. А1 плюс АН бөлінген 2 көбейту N деген формула арқылы табамыз. Бізде N жоқ. N-ді табу үшін мен мына АН тең болады А1 плюс N минус 1D деген формуладан жерде N-ді шығарып аламын. N-ді шығару үшін мен каждайын орнына қойып шығамын. А1 дегенім 11-ге тең. 11 плюс N минус 1 D дегенім менде 5-ке тең болады. АН дегенім менде 96-ға тең. Так, осыдан жақшаны ашып жіберейік. 11 плюс 5N минус 5 тең болады 96-ға. Так, бұдан 5N плюс 6 тең болады 96-ға. 5N тең болады 90-ға. N тең болады, так, 90-ды 5-ке бөлсек, 18. N 18-ге тең. Енді SN-ді табамыз. SN А1 дегенім 11-ге тең, АН деген 96-ға тең, бөлемін 2, көбейту N дегенім 18-ге тең болып шықты. Так, мына жерде 107 ма? 11-ге 96-ны қосқанда. Я, 107 бөлу 2, көбейту 18. Сразу тауып жіберейік. 107-ні 2-ке бөлейік. Оны көбейтем 18-ге. 963 шықты. Келесі екіншісі 9-ға бөлгенде қалдығы 4 болатын 2 таңбалы сандар дейді. Так, бұл жерде таблица умножения есімізге түсірейік. 9-ды 1-ге көбейткенде 9 болады, 9-ды 2-ге көбейткенде 18 болады. 2 таңбалы сан 18-ден басталады, иә? Бірақ бұның қалдығы 4 болу керек. Мысалға, 9-ға 4 қосып жіберсем 13 болады. Значит, бұл уже 2 таңбалы сан ғой, дұрыс па? Яғни менің ең бірінші 9-ға бөлгенде 4 қалдық қалатын 2 таңбалы саным ол 13 болады екен. Ал ең соңғысын табу үшін, АН-ді табу үшін, мына таблица умножениеда ең соңғысы 9-ды 10-ға көбейткенде 90 болады, 2 таңбалы саны. Осы 90-ға 4-ті қосып жіберсем 94 болады. Ең соңғысы 94 болады. Ал егер де мына 94-тің үстіне 9-ды қосып жіберсем, ол уже 101 болып кетеді. 103 болып кетеді, иә? Бұл уже 3 таңбалы сан, ол маған керек емес. Значит, ең соңғы 2 таңбалы сан 9-ға бөлгенде 4 қалдық қалатын, ол менде 94 болады екен. Ал D менде 9-ға тең болады, иә? Ол и так та түсінікті. Мысалға, 13-тен бастадық па? Келесі сан табу үшін мен 9-ды қосып жіберем, сонда ол 22 болады. Одан кейін 31 болады, тағысын тағы 94-ке дейін, яғни бұның каждайы 9-ға өсіп отырады деген сөз. Все, енді мен жаңағыдай N-ді тауып аламын. Ол үшін AN-ның формуласына қоям. 13 плюс N минус 1 көбейту 9 тең болады AN, яғни 94-ке. Сонда 13 плюс 9N минус 9 тең болады 94 дейміз. Так, 9N плюс мына жерде 13-тен 9-ды алып тастасақ 4 болады, тең болады 94. 9N тең болады 90-ға, бұдан N тең болады 10-ға.
Енді мен SN-ді табайық. SN табу үшін так A1 деген 13-ке тең, AN деген 94-ке тең, оны 2-ке бөлем, көбейтем, N дегенім 10-ға тең болды. Так, 13-ке 94-ті қоссақ 107, 107-ні 2-ке бөлем, көбейтем 10-ға. 107-ні 2-ке бөлейік. 2-ге. Бейлі 3-те 5, оны бірден 10-ға көйт жіберейік, сонда жауабы 535 шығады екен.